Опа! Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, сіздермен мен Адылхан. Бұл Астана балықшы YouTube каналы. Қалай айтатындар ұмытып қалыппын ғой. Сонымен кезекті балық аулау. Шықтық әйтеуір. Көп болды, біраз болды балық келмегенім. Мынау биыл бірінші менің қысқы маусымда бірінші рет балыққа шығып жатырмын. Қасымда әдеттегідей Фараби аға бар. Ассалаумағалейкум. Астана балықшы арнасының көрермендері. Бүгін сәт түсіп Сұлтанбелді көліне келіп қалдық. Айтпаңыз. Кәдімгі деймін, жылағым келіп тұр. Абылайхан жетіспей тұр қасымызда, бірақ қалған барлығы бар. Абылайханда балыққа шықпаған биыл әлі қысқы маусымда. Егер видеода көріп жатсаң, сәлем. Биыл кім шықты балыққа, қандай балық ұстадыңыздар, міндетті түрде комментарийде жазыңыздар. Бізде камера бар, судың астын көреміз не бар екен. Жалпы ошым солай. Дейсің, жаңа мына жерден балығын жек көткен болды. Мұнан көтерілді мінекей. Жаңа бар енді. Өз түріпте ұмытып қалғанбыз ғой. Не дейді? Бар, айналды отын. Тартып отыр. Менікілер жолдың арғы бетінде тұр енді, көреміз. Жаңашылған, мұны анау деймін жаңашылған. Тартайын. Ендігі жұтқан бала. Жүйеріп қойдым. Не бар? Әні. Шортан. Не, анан қандай. Анан дейтін несі қандай ма шортан қандай? Алсықты болсын. Рахмет. Бір келеден артығырақ шортан шығар деп ойлаймын. Келеден ашып кететін асатын шаршаны. Килодан асатын болар, мен көзім қазір білмеймін қалай екен. 1 кило 100. Жақсы, басы басталып дейсіз ғой. Жақсы ғой. Зевник нелерім, қысқаштарым бәрі анда қалып қойып еді. Маған қазір шортан түссе мен жылайын деп тұрмын ғой примерно. Келгеннің өзін сондай болып тұр ғой. Қуанышты шек жоқ көрсін. Ошым қол дір-дір етіп, мұнан бәрі ұмытып қалыппын. Қармағымды әлен салдым. Мына жақта камера салып жатыр. Камерадан бірдеңе көретін шығармыз мүмкін. Мынаны бір кішкене салып жіберейін бе? Мына қап-қапты. Ошы мынандайлар бар. Кішкене бейтін. Салып жібердім. Жаман сасық бар ғой. Нені сасып тұресің? Бармыш па? Иә. Оны не сөрт білем, ол. Асты тазы. Таза. Тек астында. Балық жоқ, ешқандай. Бұл асты тап-тазы. Шөпте жоқ, іштеме жоқ екен. Шөпте жоқ, балықта жоқ. Кішкентай балықта жоқ, Ал, кәнекей тағы бір Жалаусамыз көтерілді шортан қармақ. Мен ар жақта тыныш болып тұр. Әзірше.
Фарабияны көрейік. Мынау төртінші көтеріп жатыр ма? Мынандай қар насыл су болып жатыр, мына қараңызшы. Не су мынау? Қайдан шығып жатқан су? Анан бірде әкеле салдым. Жақсы кетіп жатыр мына. Бітті мынау жерде. Қармақ бол бітті. Жоқ, кете қойған жоқ. Бар ма әлі? 1-2 метрдей бар. Мынау енді кәдімгі қалың ғой. Иә. Бұл 1 миллиметрлік. 1 миллиметрлік? Иә. 1 миллиметрлік. Бұл негізі тартқан кезде қалай не береді екен? Ана созыла ма екен? Жоқ, созылмайды. Ол жақсы ма екен негізі былай? Жіберіп қойды ма? Жоқ, жіберген жоқ. Бері қарай келе жатып жіберіп қойды ма? Ой, жіберіп қойды ғой. Жіберіп қойды. Біраз орап тастады бірақ. Соңына дейін. Жаңағы. Ойбай. Мұнан балығы да дәу. Жоқ, жаңағы не қой мұны? Жаңағы сол ма? Жаңағы мұны шорттан шыққан не? Сол жібересіз ғой. Бір жерден екінші тұрып жатыр, иә? Иә, жаңағы шорттан жаңағы түскен. Сол жер. Сіз онда ананы әкелдің ме, соны қоя бересіз қан жерге? Қайда? Анаған. Мынау көтерілді ғой. Қайсы? Анан қара. Көзіміз ше. Анау да көтерілді, әні. Әні. Мынау көтерілді. Мынау айналдырып атқан жоқ. Тыныш. Анау. Қара нелері бар екен. Алыстан көрінеді, айналып атқан жоқ. Оны айналдырып атыр. Мынау да сәл бүйтіп қояды, білмеймін енді. Мынаны айналдырып атыр енді. Мынау жақсы кетіп атыр, міне. Әне. Жақсы айналдырды. В общем, мына жерден ұрды, ана жерден ұрды. Фарабияны конкретно ұрып отыр. Мынау 5-ші ғой деймін, шыдаспасам. Мені көрсем мен дейтін жылан кеп тұр. Анау жақсы айналдырып отыр. Анау да жақсы айналдырып отыр, мынау да. Күтуге болмайды екен онда. Балығы бар. Үшін Фарабияға үлгірмей атқан соңғы несі қалды. Жан жақтан атқылап, ананы қойып үлгірген жоқ, әлі тоңқайып отыр сол. Мына бар сияқты очады. Жоқ. Солтып кетір ол. Жоқ. Жөз әрлеу екен. Жоқ, андайға зырр етіп айналдырды. Жарайды. Мен қарап қоям, не ақ не болып жатыр екен. Менде де екеуі қалды мына жерде. Қазір қатып қалар ма екен? Тез қойып дейін. Мына жер кәдімгі су ғой мына қара. В общем, достар, маған нағып балық түспейді десем, мынандай асты шөп болады екен. Мынандайға бәрі ілініп қалған. Сол Фарабияға ар жақта жақсы түсіп жатыр, мен сол шамаларға қоям ғой деймін. Сәл әрі қарай. Ән ұстады. Шорағай. Әйтпесе мына жақтың көбісі шөп екен. Мына үшеуінікі ауыстың ақшын мынандай шөп. Мынаны қазір екеуін тексерем. Аларды тексеріп шықтым. Ілініп тұрған жоқ, ешқай жер осылар қала береді. Мыналарды орындарын ауыстырам ғой деймін, мыналарды тексеріп шығам. В общем, солай. Бірде-бір әлі қабыс болған жоқ менде. Бір балық ұстаған жоқпын әлі. Солай. Күн суық па, или мен андай үйренбеген бе, сондай болып жатыр суыққа. Кене бір түрлі болып жүрмін. Үйреніспегендікі о. Алғашқымыз оның үстіне. В общем, орындар ауыстырып аттым.
Мараби ағаныкінің қасына қойып жатыр. Примерно атқан жерлерге. Бар балықты шошып жабасам болды ғой. Ең бастысы түсіп атқан балықтарды қинап дейсің ғой. Кәдімгідей шашқып қалып мен. Ентігіп. Балыққа көптен келмеген өзі сондай болады екен. Қошып көреміз бұйырған достарымыз бірден. Қошым достар, менің бір шорта қармағым құлап қапты мына беттегі. Қазір барып тексереміз. Бір адам өлгіріп тастаған. Бисмилля. Шөп айналдырып, тістеп кеткен қазір басқа тірі балыққа ауыстыра салам. Жаман емес. Осының өзіне, бірақ мына бүйтіп тұрған жоқ та, бүйтіп құлап қалған. Тұрып тұрғанда жер бір қызық болады. Жарайды қазір мен тірі балыққа ауыстыра салам. Бәрекелді болмады, өкінішке орай болды, өкінішке орай. Ұмытта қалыппын бәрін. Ошым достар, мен ең шеттегі шортан қармағымның жалаушасы ұшып кеткен жерде жатыр, бәсе көрінеді. Біріне түскен сияқтандай. Не қойып қойған? Анау да көтерілді ғой да? Ау! Менікі ма? Екеу қатарынан дейсің ғой. Ойбай! Ойбай! Ошым достар, мұнда бар. Стопырға өтіп қалған ба? Опа! Бірде келе жатыр ау. Жоқ, ондай не емес. Қатты үлкен емес. Неге қатты үлкен емес ау? Үлкен болу керек. Әйтеуір бірдеңе бар. Шортан бар әйтеуір. Оп. Анан қара. Мен қолым сезбей қалды бұл шортанда. Қатты қалу бұл. Мінеке керемет. Бірінші шортан алғашқымыздан. Жақсы шортан, керемет. Дырылдатты ғой кәдімгідей. Шетіне алыпты. Накам ескіртті ғой. Бәрекелді болды ғой, бәрекелді. Шамамен 1 кило 300-400 сондай болар, е? Жоқ, кило жарым. 2 болып қалуы мүмкін. Көзімен ашық беттен деді ғой. 2 кило болуы мүмкін. Так, рататыр анаған бақ тексеріп керек. Батарейка отырып қалды ғой шу, ол бағас. Аккумулятор салам деген сөйтіп. Бұл қажақта. Ода да бар андай стопырда тұр да. Андай стопырда тұр ғой. Андай датасы бар тұр. Бірден болу керек енді. Кетіп қалмаса. Жоқ. Кетіп қалды ма? Кетіп қалған. Бір адай қасып саған. Мен бірақ қанша тұртықтай Жоқ. Жоқ. Ошы, мінекей. Бірінші шортан биылдыққа. Жалпы бірінші балық 2025-тің. Мынандай. Толып тұр мынаның, білем неге толып тұрғанына қарасы. Кәдімгідей. Не, іштерінде Уылдырық па или немес. Ошым, әбетке жақындағанда ұстадым ғой. Оның өзіне шүкір. Ал достар, мынаны өлшеп көрейік мына шортанды. 1-7 дедім ғой деймін да. Бірақ что-то 1-7 емес, кәдімгі өзгер 2-1. Шамамен 2 кило 100 солай деп ойлап тұрып қазір көрейікші. 2 кило 320 дейді. Мінекей 2 кило. Сен көзің сараңың. Сондай болып тұр. Көзің сараңда болып тұр. Мен көзім ұмытып қалған ғой балықтарды қалай болады екен. Онда мынау 2, е? Мынау 2 болсар енді, анау 300 болса. Или 1-9 ба? Жоқ, 1-8.
1,8. Мынау негізі ұзындықтары шамалас. Ұзындығы бірдей, бірақ анау кішкене істеміз. Ұзындығы бірдей, мынау арық екен. Мынау бәрін үшіне бірдей тойып алған ба. Жалпақтау екен. Ұзындықтары шамалас. В общем, достар, обед болып жатыр. Неше 7 ма 8 ба шортан ұстадық соңына. Мынау қармаққа жаңа бір балық түскен, ақ балық. Бұл қызық көріп ұстап отыр. Кәдімгі қол дүр-дүр етіп ұмытып қалыппыз ғой, мынаны қалай ұстау керек. Ебі кетіп қалыпты ғой қолымызды тіпті. Жалпы қысқы маусымға енді шығып жатырмын. Жаман емес. Әдейі осы нені таңдадық, қорғалжын қорығын. Бұл жерде балық көп және ұстау мүмкіндігі өте көп болады, сол себепті бір шыққанда әйтеуір бір ұстап қайтайық деген ниетпен келіп қалдық. Ойлағанымыз болып жатыр, бірақ Фарабияған 9 килограммдық шортан аулағысы келіп отыр. Соны ұстап алсақ, әп-бәрекелді болайын деп тұр. Мынаған қараңдар қандай балық. Жет. Мәссаған, мынау мықты ғой. Мына камераны салып көру керек болады қайта осымен десе. Маңдайлар жүрсе мықты ғой, мынау алақандай. Мынау енден жинала бастады деймін балық. Солай ғой деймін. Достар, мінекей. Қараңыздар, балық түсті. Бір қолмен шығара аламын ба, шығара алмайым ба? Қазір ыңғыл деп қойсам болады. Камераны. Ой, шоррағай. Шоррағай. Мынандай болады. Мына тесіктен мына шөп шықты, сол шөптен кейін мынандай шортан шықты. Оны аулаған мен деп қойсам. Астана балықшы. Әп-бәрекелді деп қойсам. Достар, сағат 2 болды. Біз әлі балық аулап жатырмыз. Шортандар тоқтап қалды. Жолаушылар көтеріліп жатқан жоқ. Сіздерге айта кетейін дегенім, осы біздің балыққа келуімізге демеуші болған Шоп Қазақстан компаниясына алғысымызды білдіреміз. Сол компания арқасында біздер осындай керемет демалысқа, балық аулауға келдік. Описаниеда қалдырам, сілтеме, міндетті түрде тіркеліңіздер. Киімге, униформаға, футболкаға, толстовкаға жазулар басады. Сол жерде инстаграмда көріңіздер, міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Ошым сол статус шоптың арқасында балыққа келмей қалдық негізі. Бірақ ол біздің басты демеуші. Көп айтуға болмайды дейсің ғой. Біреу, 9 балық екен. Ошым достар, менікі біреу ашылып тар жақта. Қазір барып қайтайық. Шошан деді. В общем, достар, балыққа келгендегі ең қиын сәттердің бірі ол барлық заттарды жинап үйге бару деген секілді. Мінекей балықтарымыз тұр. Осы сәт кішкене сондай болады өзі. Кішкене күте тұрайын ба, әлде жинала берейін ба, не істейін деген секілді. Күн батып кетті. Сол сияқты мен де ойланып тұрмын, кішкене тұрсын ба, әлде болды жинай берейін ба деген секілді. Сіздер қалай істейсіздер, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар. 3-4 балық ұстасам да, бірақ 3-4 міне кәдімгідей бір керемет эмоция, керемет демалыс алдым. Біз үшін балықтың саны маңызды емес, ең басты демалыс. Ойды демалту, басты демалту, ойды
басқа нәрсеге бөлу деген секілді. Сіздер үшін балық аулауды тапсырылай ма, әлде міндетті түрде сіздерге балық керек па? Жаңағы не дейді ғой? Результат дейді ғой. Міндетті түрде балық болу керек па? Балықты қырып ұстау керексіз ба, әлде бұлай балыққа барып шығып демалып келген өзі сіз үшін кайф па? Оны да комментарийге жазып жіберіңіздер. Сонымен мінекей жиналып жатырмық. Қорабияға соңғы сен үшеуіма қалды. Жинап жатыр. В общем, не дейсіз, бүгін қалай болды балық? Балық. Тамаша. Мен өзім көптен балыққа шыға алмай жүр едім. Шамалы сырқаттанып, содан балыққа енді шығып көптен балыққа шықпағасын, балықтың қызығына тоя алмадым мен де. Иә. В общем, солайсыз. Балық аулау демалыс керемет болды. Иә, демалыс керемет болды. Сәл қанбай қалды деп қояйын ба, білмеймін, бірақ негізі бұйырғаны осы болар. Андай сондай екі ой болады балықтан кететін кезде. Әлде кішкене күте тұрайын ба, әлде жиналамыз ба деген секілді. Енді түсе ме, түспей ме, сәл күтеміз ба, күтпейміз ба деген ой болады міндетті түрде. Сондайды ойда болып тұрық, бірақ жайлап шеттерден жинай береміз. Именно осы бұм балық түскен жерлер қалды ғой. Сол жерде әдейі соны қалдырып отырық. 7, 8, 9, 10, 11, 12 шортан. Мынандай керемет ақ балық, мынаны қараңыздар. Мынау деген керемет қой. Мына шортаның біріншісі білмеймін қанша екен. Ана 2 кг 300 болды ғой деймін. Ана 3 кг болып қалады. Сонымен керемет балық аулау болды. Сұлтангелді көлі. Балықтарыңыз каналға жазылыңыздар, тіркеліңіздер, комментарий жазыңыздар. Биыл балыққа мен осы енді шыққаным. Қысқы маусымға міндетті түрде тағы да шығып тұратын боламыз. Мені жоғалтылған адамдар мен бармын, аман есен, барлығы жақсы. Бұйырса әлі талай контент түсіретін боламыз. Ойда тағы бір жақсы нәрселер бар. Қазір бір-екі демеушілер керек. Сол егер реттелсе, міндетті түрде қызықты нәрселер әлі алда күтіп тұр сіздерді. Астана балықшы WhatsApp группасына сәлем барлықтарыңызға. Сол жерде соған тіркеліңіздер. WhatsApp группаға міндетті түрде TikTok бар, Instagram бар, барлығына тіркеліңіздер. Аман болыңыздар, сау болыңыздар. Опа! Соған именно түсіріп тұрған ма соны? Сол кезде атылады ғой.